Kuşlar var. Var. Çok olur ya. Açalım. Полный газ. Полный газ келатырбыз. Полный газ. Gaz verme, gaz verme. Gaz verme, gaz verme. Ассалаумағалейкум, барша қауым. Біздің елде, май елінде мына суды ертістен алып осылай қайнап іше береміз. Сіздер жақта қалай екен? Бұл іше аласыздар ма сіздер? Кішкентай ғана көбіректеп алайын. Осыны қайнап іше береміз біз. Сіздерде қалай екен? Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Сол Риза шекеміз балыққа келдік бүгін. Крышкасын ұмытып кеттім ғой. 18 ноябрь 2025 жыл, Павлодар облысы, Ертіс өзенінің бөлшегі Ақсу өзені. Закрытие сезона жасаймыз ба деп едік. 1-2 сағат болып спиннинг лақтырдық. Алмай тұр. Шортан судак алмай тұр. Қойып тұр ғой деймін. Кім әлгі пикник, рыбалкаға көп жүреді. Осыны мақтаймын. Реклама емес, негізі өте дәмді екен бе? Осындай. Кублеевский. Премиум, да? Именно премиум. Мұнда еті көп екен, да? Действительно, не жоқ. Сорпасы жоқ. Таза ет ішіне саласың. Сорпасымен бәрімен. Судың ішінде сорпа болады ғой. Осыны мақтаймын. Сосын әлгі итқа барғандар. Осындай лапша алуға болады. Осыны қазір ішіне суға салып, қайнатып алып, мынаны лақтыра саласыздар. Ана Big Bone, Ролтон дегендер ойнамай қалады ғой. Ең тез дайындалатын осы тамақ. Неменен ол аты қалай? Без разницы, любой әлгі лапша сатып аласың ғой. Лапша. Бірақ емес әлгі Big Bone анау емес. Осыны терлеп тепшіп кәдімгідей риза боласың ғой. Қазір дайын болғасын. Тағы түсіреміз ғой. Моторный қайық мінеміз, моторды көрсетші біздер. Немене мотор оны? Айтып жүрші. Ханкай 6 күші бар. 6 аттың күші, е? 6 аттың күші бар. Ең негізінде 5-еу ғой. Бұл японский мотордың копиясы ғой. Атын ұмытып қалдым. Фирманың атын ұмытып қалдым. Японский. Дәл сондай жасалған. 5 ат күш қой. Ну, жетіп жатыр. Бір точкадан бір точкаға жеткізеді. Ну, дегенмен де енді андай адреналин қылдырмайды. Адреналин қылдыру үшін жалғыз өзін жүру керек. Сол кезде Инглис қашағатта бір 35-40-тай жүру үшін онда 9-9 алу керек. 9-9 Pro. Сол дұрыс болады. Оның ішінде 15-18 аттың күші бар. Ай дейсің сонда. Ол экстрим уже. Әзірше осы дұрыс. Тесе жүгіріп барып сала қойып деген сияқты. Оған үлкен қайық керек. Оның бәрін санай берсең. Ветер неме дейді оны? Волосы назад. Волосы дыбом назад. Дегенмен енді апаратын жеріңе апарат. Бір 15-20 шақырымға шығып береміз осылай. Ал сол жетіп жатыр. Пешхана балығыңды аулап,
үйге қайтамыз. Мына жерде не ғой мынау? Қайықтың үстінде, резинка қайықтың үстінде от жағып жатырмыз мына. Ертістің суы натуральный енді. Негізі тез қайнайды, аттың крышкасын бұқтып кеткен. Ана Ертіс мен Бауыржан сияқты болдық қой, дүниелерімізді көрсетіп. Ана ішінде немелер көрсетші. Немене бар ішінде? Енді булочка енді дан салатын обычно. Кофе, чайник, мына ішінде 1 литр су сияды. Енді 2 адам былай әзір тояды енді. Мына ішінде кофе қойып. Мынау ланчбокс дейді. Бұл енді не ғой? Тарелка ретінде бірдеңе салып қойсаң, салат салып қойсаң, осының ішінде жей бересің. Мынау отдельно алынады. Осы мына ішінде суп құйып аласың. В общем, осындай қасықтары нелерді жақсы пластмасс болса да качественный немен жасалған да. Осындай ланчбокс жақсы екен. Құм кірмейді, кірленмейді. Сол жалпы. Осындай контейнер болғанда да тоже жақсы. Мына контейнердің бір жақсысы, алдында біз пакетпен жүретіміз. Әлгі ішіне құм кіреді, одан кейін аса, муравей бәрі кіреді. В общем, сол несімен құммен бәрімен жейсің де. Осы бір күн ойладым, осы тамаққа неужели бір копейка тұрады ғой, бір 2000-3000 теңге тұрады. Контейнер, пластмасс. Осындай контейнер салып. Мезретір. Үстіне салып қоясың, рахат, таза тұрады. Керек кезінде алып шығасың, керек кезінде салып қоясың ішіне. Бүлінбейді. Сол жалпы. Суымыз қайнайын деді. Қазір кәші пісіреміз. Тушонкамен. Қазір видеоны балық боғымда жоқ. Түспей жатыр. Лақтыра қол талды. Бұлайда лақтырдық, бұлайда лақтырдық болмай жатыр. 19 ноябрь 25 жыл Павлодар облысы өзен, Ертіс өзені ғой. Орыстардың рыбактары айтпақшы, рыба клевала вчера дейді, и завтра дейді. Сол сияқты енді бүгін сәті түспей жатыр, дегенмен де көңіл күйіміз жақсы. Мәселе балықта емес, мәселе балықты сатып аламыз ғой магазинде. Ол мәселелер балық ұстағанда емес, мәселе демалғаны ғой. Мен осылай демалған жақсы көремін өзім. Осылай керемет ағаммен тыныш, таза ауа. Керемет. Екеуміз ағайындымыз енді. Ортамызда бір қыз бар. Алматыда ол. Айтпақшы, комментария айтыңыз. iPhone 17 Pro'ға түсіріп жатыр қазір. Жоқ, 16 мı? 16 Pro Max, иә? Менікі S25 Ultra. Менің камерам сенікіден жақсы деймін. Сіздер қандай сұхбат бересіздер? Ана без рекламы таза осы съемка үшін қандай камерасын мақтайсыз? iPhone-дікін ба? Не болмаса S25 Ultra-нікін ба? Короче, екеуміз екі дейінде жатырмыз. О, айтады, ағам айтады iPhone дейді. Мен айтам Samsung-дікін мақта деймін. В общем, осындай бәсеке. Мына жерде міне якорымыз жатыр міне. Темір байлап қойдық енді. Мына жерде ағым жоқ, мына жерден жылқы жайылып жүр жағада. Шыменді тамақшы боламыз, сосын тағы біраз лақтырамыз енді. Ұстадық, ұстамасақ. Иә, реніш жоқ. Реніш жоқ, иә. Ал енді видеоны үзейік. Тамақ ішейік. Тамақ ішкен түсірмедік. Мына нені көрсетейін ба? Міне осылай болады. Көрсетші, немен нәрсе бұл? Мына ішінде бәрі май, астында толған ет. Негізі бірінші алып тұрған жоқпын бұны. Мақтайым. Действительно дәмді істегенде. Да. Мақтайым. Балық па, немен ет па? Жоқ, ет қой мынау. Немен ет? Сиырдың еті. Бірақ жылқы еті де болады. Шошқан ет емес өзі? Жоқ, анау кубле деген вообще жалпы не. Маған өзімен айтып бұқтырылған. Әлгі семечки джим бар ғой. Сол сияқты ғой мынау нелердің. Фокусы болмай тұр, киноэффектпен түсіріп отқан. В общем, недің бұқтырылған сиыр еті жоғары сорт дейді. Говядина тушеная, высший сорт дейді. Тушенканың несі король, в общем, осы. Компания, фирма, я.
Реклама емес, маған ол үшін ақша төлемейді. Ризаш негізі разбирается. Магазин, анау мынау, баға ана жерде мынадай, мына жерде мынадай. Брат, сол кішігірім фильм түсірейік деп сіздерге. Қайнай бастады. Қазір мотормен айдаған кезде бір түсіріп болмасам, соның бәрін жалғап көресіздер енді. Балық жоқ, как будто балықтың бәрі ұрық болған ба білмеймін. Ұстақ болған. Бұлай да лақтырдық, болмай тұр. Балық болмай тұр, жағайды. Жағада ешкілер айғайлап жатыр. Күйлеп жатыр ғой деймін енді. Сезон басталып жатыр, кабан айғайлап жатыр. Енот деген бір бәле бар. Бақылан көрінбеді, бақылан ұшып кеткен ғой дейме. Бақылан кетті ғой. Ошымен табиғат керемет енді. Жетеді енді. Норка бар, андатыр бар. Үйрек қаз айтпай қойып енді, ол жетеді енді. Содан кейін ана немен енді, бір дөкөй, бір куница дейма, неше түрлі аң бар енді уже. Оған дыбыстар шығып жатыр. Борсық, түлкі, қарсақ, қоян деген ол жетеді енді. Жалпы мына косуля мен кабан деген совсем қаптап кетті. Косуля деген, сибирская косуля дейді ғой, ешкі деген қазақ. Өте көп қой бізде қазір. Үйірмен жүреді ол, 20, 30, 40. Кабан деген бір проблема болды ма шөп шабатындарға. Жердің бәрін қазып, жыртып. Кабан деген бұрын болмайтын. Аңның көбі болмайтын, қазір білмеймін, қайдан келіп қаптап кетті. Жақсы ғой енді. Қырға барсан сайға кабаннан құтыла алмай қойдық, білмеймін енді. Қазақтар жемейді. Атайық десек атқызбайды. Кабаннан құтылу керек бірден. Біз туа кіруге қорқасымыз, қабан кездесіп қалса өлтіріп тастайды ол. 200 килограмм салмақ, средний. Өлтіреді адам. Енді бұл тисе қоймайды ғой, енді өзің барып тиссең енді аямайды. Сондай жағдай. Сол бүгін енді закрытие жасаймыз ба деп сезоннан келгенбіз. Балық. Күн жақсы, жылы +4 та +5 па, е? Примерно солай өп тұрақ. Қайнады, е? Суымыз қайнады. Мынау қатып жатыр. Қалғаны бәрі ет. Ет болғанда ойламаңыздар енді олар. Қазір 1 килограмм қазы қарты алып шығады деп. Енді барлық тушенкалардың арасында енді осы ең еттісі осы енді жалпы. Еті дәмді. Анда кейбірлердің тушенкаларында болады. 2 жапырақ еті, қалғаны бәрі сорпамен алдап қояды. В общем, солай енді. Жарай, жақсы, ал ас болсын. Давайте. Тойда келсек. Інім негізі профессиональный музыкант. Кәсіби диджей. Музыкальный техник деп болады. Аппаратура, колонка. Бәрін жөндеп береді, жинап береді. Бәлен миллионның аппараттарын қосып береді, жалғап береді деген сияқты. Ведущий де. Иә, ведущий, әнші. Сиядный. Иә. Вообще мені музыка жағын ұрады енді. Ресторанда істейді, мәдениет саласында істейді. Бәрін мәдениет саласындамыз ғой. Анда-санда шығып балыққа демаламыз. Жоқ, бензинке қайықта отырмыз. Жарайды, жақсы, амандықпен келсейік, тойда келсейік. Қазақтың тойы бітпесін. Міне осындай поворошкам бар, универсальный. Олай бүйтіп жиналады. Орын алмайды өзі. Сосын қазір. Міне бүйтіп аласың да. Міне осындай тамақ қопшылым, міне еттері осылай. Осы әдемі кеспе болады ғой. Мынаны сала алмайды сияқты ғой қазір. Вилкамен неп жүру керек. Қасықпен сәке. Қасықпен салып жүру керек.
қасымен кесші ана. Лапшасын кесші. Лапшаны неге сындырға ұмытып кеттім. Сындыр. Кес. Бір қолмен қайсы болып тұр. Айпашы, жарайды, оны бүйтейік. Мынадай лайфхак бар. Мен бір қасығым пышақ неудобно болғанда шығарғанда. Осы қайрақ қойғам пышақ ретінде. Кәдімгідей қасық қой. Осындай нан турауға, анау-мынауға қажет. Осы кесіп жүріз. Пышақ ретінде қолданамыз. Сондай өткір деп айтпаймын. Дегенмен де міне. Осындай лайфхактар бар. Сосын сорпасын қоясың бүйтіп. Бір-екі жапырақ етін салам. Бұл ал сәкең боксында екен. Қоя сал, сосылай қоя салшы. Соның ішінен не беремін, ей керек жоқ. Бәрін былғап не істейсің? Жоқ. Міне ет. Міне саған кеспесі. Міне саған сорпасы. Алайда енді. Ас болсын. Кешіршін. Жеп. Бөліп самайыз бұны, не? Ал осылай енді. Ал сосын алып келесің де міне. Шайы саласың. Міне. Тап-таза міне, рахат. Осыдан артық не керек? Бұдан да осы шайы саласың. Болды. Келесі неге? Тамақ пісіруге. Ал болды. Ал енді сәкеңе дәмін татып жатырмын да. Жалпы не дейсің, қандай дәм? Ролтонға, бигбонға ұқсай ма? Де совсем басқа тамақ ретінде ма? Керемет екен. Сашковтың тамағы сияқты. Ролтонға неге келмейді. Бигбонға ұқсамайды. Вообще, кәдімгі үйдің тамағы, я? Бір 12 минутта су қайнады. Тағы 3 минут қайнаттық. 15 минутта дайын болды ғой, жалпы. Осылай міне, енді сіздерде қандай сұхбаттар болады әлгі? Қандай тамақ жейсіздер? Осындай пикник, балыққа шыққанда. Судың ортасында. Судың ортасында, иә. Негіз бұрын әлгі өзімізбен бірге шашлык, мангал тасисың, оны от жағасың, үйтесің, бүйтесің. Ой, 2 сағат вақыт алады. Тамақ жеген жүріп қарның. Тыныш болса екен негіз, шыны керек. Керемет па? Керемет екен. Йо-ма. Маңға жеп боламыз енді. Мынау 2 адам жестко тойдырады. Кәдімгі тойысың ғой. Ал жақсы.